кезде уәлитері, ой, пай, қалай иланбайсың бабалар. Қандай қошемет, қандай құрмет, қандай мейірім, қандай сыйластық. Орта жүздің Алтай руының биі Байдалы би барыпты. Ой, досым, замандас қой, осындай заманда. Бір үлкен бір кіші деген сияқты айтты дейді. Бұл не жатсыз? Ауру көңілін кім ашар? Қал сұраған кең ашар. Ер жігіт көңілін кім ашар? Жарқырап тұрған көркем сұлу сүмбіл шаш, қара көзді имек қас, жарқырап тұрған жарашар. Баланың көңілі кім ашар? Алдындағы мінекей қаттасы, артындағы панасы ата менен анашар. Тұлпар аттың көңілін кім ашар? Күніне жет қараған, жал құйрығын тараған, баптап мінген ер ашар деп айтты. Жақсылық пен жамандық бәрі қақтан болған соң шүкірлік қылған жарасар деп айтты. Өй деген. Көтерсе басыңды кім ауырмайды? Еңсеңді көтер деп айтты. Қараш, қандай ғажап теңеу. Әшін жағдай сұрамақты бір қойда, біз сүрінсөген деп тұрамыз. Біз сауап боп деп тұрамыз, мысалға. Реально әңгіме ғой. Мына Жетісуда Ноғайбай деген би өткен. Ноғайбай. Қордайда. Қордайда. Ноғайбай кесір оның Тоғайдай деген. Қырғызға барған кезде Қырғызда тік тұрады екен. Қырғызда Шабдан деген байманап болған замандас. Сол келген де неғып алдын жүгіре бересіз? Деген кезде жоқ, тимеңдер деп айтты Ноғайбайға. Тимен Ноғайбай бұның кесірім Тоғайдай бұл. Бөлек адам деп. Абырой ғой. Сол Ноғайбайдың тор төбел деген бәйгесі болған екен. Құнанбай әкесі Өскенбайға ас беріп, сауын айттырады. Бүкіл Алталашқа. Сонда Жетісуға хабар келген кезде айтты дейді, Ноғайбай жоқ бармайды деп айтты дейді. Мен торпмен жауап бермін, ағам бар, Мадияр деген. Ағамнан сұрағанда, қарилар айтты, Мадияр, сен тор төбелдің қазақтың намысын артық па? Барсын деп барып деп айтты дейді. Сол жарайды. Қой, ұзақ жүру қайтып барады. 1000 шақырымға Жетісу мен Қарқаралы отырып 1000 шақырым. Қайтып ат қой болады. Қайтып ол жанынан артық па? Қазақтың несін артық па абыройынан? Деп келісіп 1000 шақырым бесетпе күніне 50 шақырымды ат таң асып барады. Барған кезде орта жүздің аттары бір бөлек, кіші жүздің аттары бір бөлек тұлпарды, ұлы жүзді бір тұрған кезде Құнанбайдың Шабдар деген аты бар. Шабдар. Бүкіл арқада алдына жан самайды. Сонда айтты дейді Құнанбай. Пенде ғой енді. Құнанбайды жаңа сады ғой. Айтты дейді, шынышына бар да баш қандай ат деп. Барып қараса тор төбелді көрді шынышына. Кепті. Кеп айтты, не болды? Қандай ат бар екен? Мен Шабдардың асатын деп айтты. Кеп айтты дейді. Құнанбай деп айтты дейді. Жетісудан бір тор төбел кеп тұр. Bir gün демалса, бәйге соны деп айтты. Ойбай, қой, иә, бір күн демалса, бәйге соныкі жарықтың бітім бөлі екен деп айтты. Сонда 2 күн белгілеген күннен Құнанбай ауыт қайтты. Сол күн таңертең жария қайтты. Сөзден тайған екен бе, иә? Мін қаш. Құдай көз мұның обал ғой деп. Жоқ, айтты. Дүние деген пәрем бір не ғой енді. Сомен неге атайда үшін жібереді да, демалдырмай жібереді. Жұрт қараң, бір уақытта келе жатса алдан 2 ат келді. Бір оз, бір қалды. Сол Құнанбайдың Шабдарымен тор төбел екен. Мәреге келген кезде әшейін долы бір қамшы сабы ғана Құнанбайды бірінші көреді. Жұрт шулайды. Ол кезде жаршы деген болады, жас балалар. Қолынан, ой, жұрт шулаған екен. Бәйге тор төбел, Жетісудан тор төбелдікі. Осындай болды. Деген кезде бәйгенің ұзын сөздің қысқасы бәйгені Құнанбай бермейді. Тор төбелге бермейді. Бірақ айтады, Алшынбайда сол кездегі қариялар, үлкендері. Құнанбай сенің обал ғой, адамды қойып еш, атқа обал ғой жануарға. Деген кезде ұзын сөздің қысқасы бермейді. Сонда тұрып айтты дейді. Сонда Мадияр айтты дейді. Жарығы бірдей түсер күн мен айдың, әбілез қызынаған Қаратайдың. Ауылына шақырып ап зорлық қылды. Көз соғыр деп қайтам Құнанбайдың. Көз соғыр деп қайтам Құнанбайдың. 300-ге әділ болған әз төлебей, төлеген, өтеген тұқым едім Малдыбайдың. Тор төбелдің бәйгесі ердің құны ақымыды жегізбес бір құдайым. Мә, бәйге. Тірі басам ал деп, үкіліп кетіп дейді. Құнанбай, әй Құнанбай деп айтты дейді. Құдай сенің бір көзіңді бекерден бекер алмапты, ақиқатты көрмесін деп сені соғырған ғой деп айтты дейді. Өте ауыр ғой я. Құнанбайға еще сөз.